Сәлем достар. Арнамызға қош келдіңіздер. Алдағы бірнеше минутта бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен қайта қауышып отырғаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі бейне сабағымыздың тақырыбы бір тамаша бағдарламаға арналады. Ол бағдарламаның аты Camtasia Studio деп аталады. Яғни бұл бағдарлама, қысқаша тоқталып кетсек, аудио, бейне, сурет, тағы да басқа мультимедиалық құжаттармен жұмыс істеуге арналған өте қарапайым, ыңғайлы, қолайлы, түсінікті, бастысы баршаға қолжетімді бағдарлама. Жалпы бағдарламаның екі нұсқасы бар. Біріншісі Camtasia Studio 7, одан кейінгі жаңасы Camtasia Studio 8. Бүгін біз Camtasia Studio 8 бағдарламасымен танысатын боламыз. Бастадық. Мінекей Camtasia Studio интерфейсі. Бірінші бөлігі импортталған өнімдер, яғни мультимедиалық құралдар, суреттер, өлеңдер. Екіншісінде экран, яғни бұл жерде жасалып жатқан өніміңізді алдын ала көріп алуыңызға болады. Үшінші бөлігінде жолақтар. Бұл жер, яғни жұмыс орны, былай айтқанда. Бастасақ. Мінекей алғашында бірінші суреттерді қойып алайық. Жақындатсақ болатын, тағы да жақындатайық. Шамамен бір 4 сурет жетеді бізге. 4 сурет қойылды. Біріншісіне жазу жазайық. Жазу керек бізге. Ол үшін міне Clouds батырмасын басамыз. Одан кейін мынандай фигураны аламыз, төртбұрышты жиек, яғни осының ішіне керек сөзді жазатын боламыз. Қазақстан деп түрген мейлі тұра берсін. Мінекей мынаны алып, мынаның деңгейімен бірдей аламыз, яғни шекарамен бірдей аламыз. Мынаға шығып кетпеу керек. Мінекей мына суреттерді, яғни кішкене үлкейтеміз, кішірек болып қапты. Кіші өлшемдегі, мегапикселдегі суреттер жүктеп қойыппын. Бұл енді қатты бізге кедергі болмайды. Мінекей әдемілеп түзіліп болдық. Енді осының бәрін бізге өлеңмен әрлеу керек. Ол үшін мінекей үшінші жолаққа өлеңді қоямыз. Артық өлеңді кесіп тастаймыз. Ол үшін мынау жылжытпаны әкеліп, артық өлеңді толығымен кесіп тастаймыз. Кат, кесу батырмасын басамыз. Болды, кесілді. Енді өлеңнің бас жағын кішкене жай бастау үшін әдемі болып, бірден алып кетпес үшін аудионы басамыз, Fade in басамыз, әдемі болып, жай басталады сонда. Енді өлеңнің аяқ жағына барамыз. Өлеңнің аяқ жағына барып, бұл жерді кішірейтеміз дауысын. Яғни төмендетеміз, бәсеңдетеміз. Fade out батырмасын басамыз бұл жерде. Яғни бас жағында Fade in, аяқ жағында Fade out батырмасы. Болды. Қайт басына барайық. Енді мінекей play батырмасы. Достар, байқағандарыңыздай сурет бір жылдам, бір ебедейсіз өтуде. Сол себепті міне эффекттер батырмасын басамыз, Translation. Осы жерде міне эффекттер таңдаймыз. Қайсы біздің көңілімізге жақын, соны таңдаймыз. Кез келген, яғни қайсы әдемі көрінеді, сіз үшін соны таңдаймыз. Мінекей мынау айналатын эффект алсақ болады. Мінекей аралықтарына қойып шығамыз. Енді қараймыз. Байқағандарыңыздай, суреттер өтетін кезде келесісіне айналып өтетін болады. Яғни бүйтіп сағат тілімен айналады.
сағат тілімен деп енді қате айтқан шығармын, төңкеріледі былай айтқанда. Келесі бір қосымша зум деп аталады. Мінекей зуммен бүйтіп жақындатамыз суретті. Одан кейін міне астындағысын былайынан әдемілеп ұзына созамыз суретке. Сонда сурет жайлап жақындайтын болады. Әдемі көрінеді, яғни. Мінекей жақындатамыз бәрін. Міне, жақындады. Болды. Міне енді бір көріп жіберейік қайтып. Байқағандарыңыздай сурет бағанағыдай бір орында қатты тұрмайды, бір-біріне жақындап, ішіне қарай еніп тұратын болады. Яғни әдемі көрінеді. Бір орында қатты тұрғаннан көрі жақсы. Және жазуды түсінген боларсыздар. Мінекей жазу. Жерге жазамыз. 7-8 шрифт. Алдын ала жазып қойған едім. Ыңғайлы болу үшін Times New Roman таңдаймыз. Мынау суреттің түсін әртүрлі талғамымызға қарай. Мінекей сурет болды. Мінекей барлығы жақсы. Яғни бұл жерде енді кішігірім жұмыс болып тұр. Негізі мысалы ұзақ бір 10 минуттық слайд шоу болса, мысалы біраз жұмыс істеуге тура келеді. Бірақ байқап отқандарыңыздай, бағдарламаның еш қиындығы жоқ. Әр адам қолдана алады, қолжетімді деп сол үшін айтқан едім. Жылдам үйреніп кетесіздер. Егер де бұл бағдарламаға қатысты сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Жауап беруге тырысатын боламын. Содан барлық жұмысты аяқтап біткеннен соң, міне Produce and Share-ні басамыз. Осы жерде қажетті батырманы таңдаймыз. Бізге мысалы up to 720 пиға дейін қойайық. Келесі жерге атауын жазамыз. Жұмыстың аяқтау дейміз. Бітті. Сақталады сонымен. Шамамен бір мынау жұмыс бір минуттай, бір минут ішінде өңделіп сақталатын болады. Сонымен достар, солай еш нәрсе ұмытып кеткен жоқпын деп ойлаймын. Қажетті керекті нәрселерді түсіндірдім деп ойлаймын. Тағы да бір нәрсе ұмытып баратыр екенмін достар. Ол экранның сол жақ бөлігінде Record to Screen дейді, яғни экраннан жазу. Мысалы мен қазір осы бағдарлама арқылы осыны жазып отырмын, яғни экранда болып жатқан оқиғаларды осы бағдарлама арқылы жазамын. Осындай бағдарламалар, яғни қосымша өте ыңғайлы, қолайлы. Сонымен достар, осылай. Жаңа айтып кеткендей, сұрақтарыңыз болса, пікір қалдыра кетіңіздер. Ұнап жатса лайк басыңыздар. Келесі бейне сабақтарда жүздескенше аман сау болыңыздар.